Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біздің философия негіздері пәні бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз жаңа заман философиясы. Сабақтың мақсаты жаңа заман философиясы ерекшеліктерімен танысу, индуктивтік және дедуктивтік ойлау әдістері, таным теориясының эмпиристік және рационалистік бағыттарын талдау. Жаңа заман философиясы таным теориясындағы бір-біріне қарама-қайшы екі бағытты тудырды. Олар эмпиризм және рационализм. Эмпиризм бағытының негізін қалаушы Фрэнсис Бэкон, көрнекті өкілдері Гоббс, Джон Лок болды. Рационализм бағытының негізін қалаушы Рене Декарт, ал көрнекті өкілдері Спиноза және Лейбниц болды. Бэкон жаңа органон атты шығармасында табиғатты өзінің зерттеу нысаны етіп ала отырып, одан алынған білімнің қандай әдіспен қалай пайда болғанына назар аударады. Сөйтіп ол философия мен ғылымда эмпиристік және индуктивтік әдістердің негізін қалаушы болды. Бірақ оның әдісінің бәрі тәжірибемен тығыз байланысты болып, кең көлемді теорияның тууына жол аша алмады. Мұндай тәртіпсіздік Бэкон сияқты философқа танымның әлеуметтік негізін ашып, адамның табиғатын түсінуге мүмкіндік бермеді. Ол табиғатты байлықтың көзі деп қарай отырып, оның негізгі мәнін, адамға қатысты жақтарын аша алмады. Сондай-ақ ұлы философтың ғылыми жаңалықтармен бірге негізгі кемшілігі қоғамды, ондағы қатынастарды түсінуде де айқын көрінді. Ол орта ғасырлардағы ақылдың адасушылығын тамаша көркем тілмен суреттеп бере отырып, оның мәнін терең түсіндіре алмады. Француздың атақты ғалымы әрі философы Рене Декарт болды. Оның философиядағы зерделі ойдың негізінде дүниені екі субстанциядан, материалдық және рухани негіздерден тұрады деп есептеді. Бұл екі субстанцияның мәнісі басқа заттың бар болуын, тәуелсіз өмір сүріп тұрған зат бір-біріне бағынышты емес, бір-бірінен келіп шықпайды. Айталық, материалдық субстанция рухтан немесе санадан пайда болмайды. Философиямен айналысқан Декарт математикалық принциптер сияқты философияны да абсолюттік негізде тудыру керек деп санады. Сондықтан да ол философияның негізгі бір тапжылмайтын нақты принцип арқылы дамытуды көздеді. Философия тарихында әйгілі болған бұл принцип күмәндану деп аталады. Ұлы философ өзінің күмәндану принципін былай деп негіздеді: егер мен күмәндансам, онда менің ойлай алатыным сөзсіз, егер мен ойлайтын болсам, онда менің өмір сүргенім. Жаратылыстану саласында ғылыми жаңалықтар мен қоғам өміріндегі ұлы өзгерістердің орталығына айналған, жаңа қоғамның барынша дамып өркендеуіне жол ашқан Англия елінің Гоббс сияқты ойшылы дүниеге келді. Гоббстың саяси әлеуметтік қоғамдық көзқарасын айқын бейнелейтін шығармасы Левиафан. Бұл шығарма қоғамның пайда болуын, оның даму жолдарын жан-жақты талдауға әрекет жасайды. Ұлы ойшыл қоғамды екі дәуірге бөледі. Алғашқы дәуір табиғи деп аталады. Мұнда адамдардың барлығы тең құқылы, олар барлығына, яғни заттарға толық иелік етеді. Бірақ бұл тең құқылық адамдардың арасында өзара қақтығысқа, соғысқа, бірін-бірі қырып жоюға, сөйтіп адамзаттың жер бетінен құрып кетуіне әкеліп соғатын еді. Осыған байланысты адам адамға қасқыр деген принцип шықты. Сондықтан адамдар өзара келісе отырып, мынау менікі, мынау сенікі деген құқықтық қатынастарды тудырады. Мұның өзі әркімнің жеке меншігінің пайда болуына әкеледі. Ал жеке меншікті қорғау керек. Ол үшін белгілі бір күш, әкімшілік орын, яғни мемлекет қажет. Ендігі жерде адам баласы екінші дәуірге аяқ басты, яғни бұлардың шығуы қоғамның тууына әкеліп соқты. Сөйтіп, Гоббстың ойынша қоғамның шығуы заңды түрде жеке меншік пен мемлекеттің тууына әкеліп соғады. Олай болса, жеке меншік, мемлекет әрі заңды, әрі қасиетті, әрі объективті, әрі құрметті. Ендеше заңды түрде пайда болған бұл процеске қарсы шығуға болмайды. Осыған орай қоғамдық келісім теориясы орнайды. Джон Лок 17 ғасырда Англияда болған саяси әлеуметтік өзгерістер ғылым мен техника саласында да, сондай-ақ ойлау процесінің дамуында да көптеген жаңалықтар әкелді. Оның ақыл ойдың тәжірибесі туралы деген еңбегінде философия тарихында бірінші рет таным теориясының жүйеге келген негізгі көрсетілді.
Адамның ақылы зердесі зерттеудің негізгі нысаны. Сондықтан ақылдың мүмкіндігін, оның қабілетін зерттей отырып, оны қалай пайдалану керектігін білуіміз қажет. Білім қандай жолмен пайда болады? Ақыл білімге қалай келді? Ол Декарттың білім туа пайда болады деген идеясын сынай отырып, сезімде жоқ нәрсе ақылда да болуы мүмкін емес деп эмпирикалық таным әдісін ұсынды. Адамның жаны ақ қағаздай тап-таза, оған белгі түсіріп жазу жазатын сыртқы дүние. Ал сыртқы дүние сезім мүшелеріміз арқылы бізге әсер етіп білім береді. Білімнің негізі тәжірибеде жатыр деді ол. Лейбниц немістің атақты ғалымы, көрнекті философ болды. Ол Германиядағы жаңа қалыптасып келе жатқан капиталистік қатынастардың негізінен туындаған ғылыми теорияларда айқын көрсете білді. Жаңа дәуірдегі таным теориясында эмпиризм мен рационализмнің арасындағы күрестің шиеленіскен жағдайы Лейбницке де өз әсерін тигізді. Ол өзінің адам зердесінің жаңа тәжірибелері монадология деген еңбектерінде таным теориясындағы рационалистік әдістің әрі қарай дамуына кеңінен жол ашуға тырысты. Лейбництің рационалистік көзқарасы оның ғылыми зерттеу жұмыстарымен жан-жақты ұштасты. Лейбництің рационализмі өзіне дейінгі ойшылдарға, әсіресе Декарт пен Спинозаға қарсы бағытталды. Ол өзінің рационалистік көзқарасында осы ойшылдардың дүниетанымындағы негізгі кемшіліктерге тоқталды. Егер Декарт өзінің философиясында дүние екі субстанциядан тұрады деп, ал Спиноза ол субстанция табиғатта жалғыз деп есептесе, Лейбниц мұндай ойлардың ағат екендігін дәлелдеуге тырысты. Оның ойынша субстанция ұшы-қиыры жоқ дүние заттары болып есептелінеді, және ол өте көп. Философ әрбір субстанция болмыстың біреу, яғни жалғыз екендігін, монада екендігін анықтады. Монада материалдық емес, ол рухани атом. Кез келген монада әрі жан, әрі дене, сол екеуінің бірлігі. Монадалар арқылы материя мәңгі қозғалыс қабілетіне ие болады. Сөйтіп ол материя мен қозғалыстың бір-бірімен ажырамайтынын және өзара бірлікте екендігін анықтап берді. Жаңа заман философиясындағы негізгі даулы мәселелер субстанция төңірегінде өрбігендіктен субстанция ұғымына тоқтала кетелік. Субстанция латын тілінен аударғанда мән, түпкі негіздеген мағынаны білдіреді. Ол заттың біртұтастығының мәнін, қасиетін, оның барлық өзгерістерінің негізін, себебін, тіршілік етуінің түп тамырын білдіретін философиялық категория. Сонымен қатар дүниенің бірлігі неде, сол бірліктің неден туындайтынын көрсететін ұғымдық дәрежеде түсіндіретін форма. Философиялық тұжырымдамалар дүниенің бірлігін анықтауына сай монизм, дуализм, плюрализм болып бөлінеді. Жаңа дәуірдегі философияда субстанцияны түсінуде екі бағыт пайда болды. Біріншісі Беконның эмпиризмінде орын алған субстанциялық болмыстың негізі, заттың формасы ретінде түсінумен байланысты. Декарт оған қарсы екі субстанция туралы ілімін ұсынды. Олар бір-бірінен туындамайды, екеуі дербес субстанция деп білді. Спиноза пантеистік монизм түсінді. Субстанция біреу, оның одан ажырамайтын екі жағы бар, көлемділік және ойлау. Лейбниц субстанцияларды монадалар деп атады. Монадологияның төрт сапасы бар: ұмтылыс, әуестену, қабылдау, елестеу. Барлық монадаларды Лейбниц төрт топқа жіктейді. Бірінші жалаңаш монадалар, неорганикалық табиғат монадалары. Олар тастар, жер, табиғи қазбалар, тағы басқалар. Екінші жануарлар монадалары, түйсікке және жетілмеген өзіндік санаға ие. Олар жануарлардың түрлері. Үшінші адам, жан монадалары, санаға, еске, ойлау қабілетіне ие. Төртінші жоғары монада, Құдай. Монада саласы жоғары болған сайын оның пайымдылығы мен бостандық деңгейі де жоғары болады. Енді орындайтын тапсырмаларға көшелік. Дәріс материалына сүйене отырып, жаңа заман философиясының қай бағытқа жататындығын көрсетіңіздер. Әрбір философты осы кестеге өздерінің көзқарастарына сай толтырыңыздар. Қосымша материалдарға сүйене отырып, танымның индуктивтік және дедуктивтік әдістеріне анықтама және мысалдар келтіріңіздер. Философиядағы монизм мен дуализмнің мәнін ашып көрсетіңіздер. Жаңа заман философиясының ғылым салаларының дамуына қандай ықпалы болғанын көрсетіңіздер.
Бүгінгі сабағымызды қорыта келе, жаңа заман философиясы таным теориясын дамытуға өлшеусіз зор үлес қосты деген қорытынды жасай аламыз.